Бәріне сәлем. Бүгін сіздермен бірге 2007 жылғы Мерген атты керемет боевиктің сюжетін талдаймыз. Эфиопия шөлінің бір түкпірінде мерген сержант Боб Ли Суэггер мен оның корректировщигі капрал Донни Фен арнайы жасақтың шегінуін бүркемелеп жатыр. Боб тапсырманы орындап, қарсы тараптың мергені мен көлік жүргізушісін жояды. Екеуі шегінуге жиналған сәтте күтпеген жерден жаудың тұтас әскері пайда болады. Сол кезде Суэггер мүмкіндігінше көп жауды жоюға тырысады. Қарсыластар оларға минометтерден оқ жаудыра бастайды. Ал жігіттер эвакуация сұрайды. Өкінішке қарай, штаб байланысын үзіп, сарбаздарды тағдыр тәлкегіне тастап кетеді. Кенет аспанда жаудың тікұшағы пайда болады. Оның оғынан Донни қаза табады. Ашуға булыққан Боб тікұшаққа бірнеше рет оқ атып, ақыры винтіне дәл тигізіп, жау техникасын жояды. Осы оқиғадан кейін 3 жыл өтеді. Суэггер таудағы үйінде иті Сэммен бірге оңашада өмір сүріп жатады. Бір күні оның табалдырығында полковник Айзен Джонсон ерекше өтінішпен келеді. ақш президентіне қастандық жасалуы мүмкін екенін айтады. Бобтың міндеті оны болдырмауға көмектесу. Бастапқыда ер адам бас тартады. Алайда полковник оны көндіріп, ел тағдыры бірінші дәрежелі мергеннің шешіміне байланысты екенін айтады. Суэггер 1,5 километр қашықтықтан адамды атып түсіру мүмкін екенін тексеріп, көмектесуге келіседі. Ол президент жақын күндері сөз сөйлейтін 3 қаланы зерттеп шығып, қастандық Филадельфияда болуы мүмкін деген қорытындыға келеді. Боб өз пікірін Джонсонға түсіндіреді. Полковник оған алғыс айтып, сөз сөйлеу күні бақылаушы болуын сұрайды. Жергілікті полиция қызметкері Тиммонс топты сахнаға жақын орналасқан ғимаратқа алып барады. Сөз сөйлеуге аз уақыт қалғанда Суэггер отставкадағы тағы бір әскери Майкл Сандерді көреді. Президент эфиопиялық архиепископпен бірге сахнаға шыққанда, Боб бұл атуға ең ыңғайлы сәт екенін түсінеді және мергенді ұстау керек деп айқайлайды. Алайда оның орнына Тиммонс Бобқа оқ атады. Ал белгісіз мерген президентке оқ атады. Сатқын полицей Суэггерді 2 рет жаралайды. Бірақ соған қарамастан Боб терезеден секіріп қашып үлгереді. Догнать и убить. Джонсонның тобы ғимаратты тазартып, тек Суэггердің винтовкасын қалдырады. Жараланған Боб көшеде ФБР агенті Ник Мемфис, мерген тәжірибесіз Никті оңай жеңіп, оны қоршауға кісендеп тастайды да көліктің кілтін алып кетеді. Қоштасарда өзін тұзаққа түсіргенін айтады. Оған ондаған полиция көлігі мен бірнеше ФБР тікұшағы із кесіп түседі. Қуғыннан құтылу үшін Боб автоматты жуу бекетіне кіріп, жүксалғыштан дәрі қобдишасын алып, жарасын асығыс таңады. Жолға қайта шыққан сәтте ол қайтадан полиция машиналарының қоршауына түседі. Артқа жүріп, қоршаудан шығып кетеді. Федералдардың оқ жаудыруына қарамастан көлікті айлақтан суға құлатады. Полицейлер машинаны тез тауып алады, бірақ ішінде мерген жоқ. Ол жүк кемесіне жармасып, су арқылы қашып кеткен еді. Бірнеше километр жерде полиция қоршауы жоқ аймақта Боб жағаға шығып, өзінің ескі пикабын айдап кетеді. Көп ұзамай оған федералдық іздеу жарияланып, бет бейнесі барлық телеарналардан көрсетіледі. Ник Мемфистің басшысы агентке қатысты қызметтік тексеріс жүргізілетінін мәлімдейді. Өйткені ол бүкіл ведомствоны ыңғайсыз жағдайға қалдырған. Ник Суэггердің мені тұзаққа түсірді деген сөзін жеткізеді. Бірақ басшысы оны бос әңгіме деп санап, бұл туралы рапортта жазбауды бұйырады. Кешке Боб өзін танып қоймау үшін шағын азық-түлік дүкенінде жарықты өшіріп, қажеттінің бәрін сатып алады. Кейін қараусыз қалған ғимаратқа кіріп, сатып алған заттарынан өзіне қолдан жасалған тамшылатқыш жасап қояды. Ник агенттікте кезекшілікте отырған сәтте, шағын дүкеннің иесі хабарласып, күдіктіге ұқсайтын ер адам бірнеше сағат бұрын келгенін айтады. Мемфис осы заттардың көмегімен бұрын дала жағдайында жараларды емдегенін түсінеді де, бұл туралы басшысына айтады. Алайда ол мұны жалған із деп есептеп, мән бермейді. Ник бұл істі қоя алмай, түні бойы қылмыстың барлық детальдарын зерттейді. Таңертең әріптесі Линдаға көптеген сәйкессіздіктер бар екенін хабарлайды. Қыз жауап ретінде сол түні кезекшілікте тұрған полиция қызметкері Симонс белгісіз біреулердің қолынан қаза тапқанын айтады. Мемфис бұл нағыз қастандық екеніне сенімді болады. Қылмыскерлер іздерін жасырып жатыр. Осы уақытта Боб киімін ауыстырып, бірнеше сағатта Кентукки штатындағы шағын қалаға жетіп, Доннидің жесірі Сара Феннің үйінің есігін қағады. Олар серігі қайтыс болғаннан бері сөйлеспеген. Бірақ Суэггер алыстан көңіл айту хатын жіберіп, жыл сайын гүл жолдап тұрған. Сондықтан Сара оны таниды. Жаңалықтардан Бобтың іздеуде жүргенін біледі. Суэггер өзінің кінәсіз екенін дәлелдеп, әйел оны үйіне кіргізеді. Сара президенттің тірі әрі аман екенін, ал мерген эфиопиялық архиепископты атқанын айтады. Боб алған жарақатынан көп қан жоғалтқан. Ол тез арада алу керек дәрі-дәрмектердің ұзын тізімін жазады. Әйтпесе көп ұзамай қайтыс болуы мүмкін. Тізімде азот тотығы бар кілегей баллондары да болады. Боб сонымен дем алып, есінен танып қалады.
ал Сара оның жарасын өңдеп, тігіп шығады. Осы кезде Ник оқ атылуы мүмкін барлық ғимараттарды тексеріп шығады. Қоңырау мұнарасынан қару штативінің іздерін табады. Кейін интернет-кафеде қару жөндегі маманмен сөйлеседі. Маман мерген қашықтан басқарылатын винтовканы қолдануы мүмкін екенін айтады. Боб есін жиғанда Сара өкінішпен оның иті атылып кеткенін хабарлайды. Қылмыскерлер қожайыны тірі емес деп ойлаған. Олар үлкен қателік жасаған еді. Енді шындықты ашып, атын ақтау жоспары құрылады. Бұл үшін Мемфистің көмегі қажет. Сара көмектесуге келісіп, тіпті Доннидің винтовкасын береді. Сара Никке көліктің сериялық нөмірін береді. Сол арқылы агент ол туралы мәлімет жинап, Джонсонның назарын аударады. Қыз тапсырманы орындайды. Алайда Бобты сырттай бақылап жүрген екі патрульдік полиция қызметкері оны байқап, бетін көрсетуін талап етеді. Бұрынғы теңіз жаяу әскері оларды оңай жеңіп, тіпті өздерінің итін қарсы қояды. Суэггер рацияларын алып, қашып кетеді. Ник дәл Боб күткендей әрекет жасап, ФБР базасынан күдіктінің көлігі туралы ақпарат іздей бастайды. Бірақ оған рұқсат деңгейі жетпейді. Сондықтан ол Алурдестен көмектесуін сұрайды. Қыз оған теледидар жаңалықтары редакцияланған дайын күйдегі қастандық видеосын белгісіз дерек көздерден алғанын айтады. Мемфистің белсенділігін Джонсонның адамдары байқап, агентті ұрлап әкетеді. Оны азаптап, Суэггердің қайда екенін білмек болады. Ник ештеңе білмейтініне көз жеткізген соң, қылмыскерлер оны өзін-өзі өлтірді етіп көрсетпек болады. Боб олардың соңынан бақылап жүрген еді. Доннидің винтовкасымен үшеуін де атып тастайды. Мемфис Суэггердің атын заң жолымен ақтап, кінәлілерді сот арқылы жазалау керек екенін айтады. Они убили моего пса. Бірақ Боб оларда өте мықты байланыстар барын, сондықтан олармен тек қатал жолмен ғана сөйлесу керегін түсіндіреді. Ник бәрібір көмектесуге келіседі. Джонсон Суэггердің жыл сайын Сараға гүл жіберіп жүргенін біліп, оны ұрлап, жем ретінде пайдалануға шешім қабылдайды. Боб пен Ник Теннесси штатына барып, әлемдегі ең үздік қару сарапшыларының бірі мистер Райтпен кездеседі. Райт оларға оқты қағазбен орап жіберсе, бір винтовкадан атылған оқ басқа қарудан шыққандай болып көрінетінін түсіндіреді. Джонсон Суэггерді әдейі тұзаққа түсіріп, оның бұрын атқан патрондарының бірін пайдаланып, айғақты қолдан жасаған. Райттың айтуынша, 2 километрге жуық қашықтықтан дәл осындай мергендік оқты әлемде бар болғаны 2 адам ғана жасай алады. Соның бірі Михаил Щербак. Боб сипаттама бойынша Майклдың шын тұлғасы сол адам екенін түсінеді. Сандор шын мәнінде аса тәжірибелі мерген Щербак болып шығады. Ник Алурдеске қоңырау шалып, Щербак туралы барлық ақпаратты жинауын сұрайды. Көп ұзамай ол мергенді қайдан табуға болатынын хабарлайды. Алайда бұл деректерді Джонсон әдейі сыртқа шығарып, Щербакты Бобқа жем ретінде пайдаланбақ болады. Сол үшін ол сенатор Чарльз Митчемнен көмек сұрайды. Митчем де Суэггерден тезірек құтылуды қалайды. Джонсонның екі адамы Сараның үйіне басып кіреді. Сара олардың бірін өлтіреді, бірақ екіншісі қызды кепілге алады. Боб пен Ник Вирджинияға, Щербак жасырынған жерге қарай бет алады. Жолда олар құрылыс дүкеніне кіріп, қолдан жасалатын жарылғыш заттарға қажет материалдар сатып алады. Боб оларды тұзақ күтіп тұрғанын жақсы түсінеді. Ол Никке корректировщиктің қалай жұмыс істейтінін үйретеді. Мемфистің үйіне жақындағанда күзетшілердің оптикалық көздеуіштерін байқап, өз адамдарына жаудың нақты орналасқан жерін хабарлайды. Содан кейін қарсыластарын бірінен соң бірін жояды және аумаққа бірнеше бомба қойып кетеді. Сандор есік алдында Бобты көргенде, шындықты айтуға келіседі. Ол Джонсонның шын атын білмейді, бірақ полковниктің бұрынғы әскери қызметкерлерді құпия операцияларға пайдаланып, кейін көзін жоятынын түсіндіреді. Президентке жасалған қастандық тек бүркеніш. Негізгі оқ архиепископқа арналған еді. Өйткені ол Эфиопиядағы бір ауыл туралы шындықты жарияламақ болған. Сол ауылдың 400-ге жуық тұрғынын мұнай құбыры тартылу үшін қырып салған. Операцияны сенатор Митчем мен Джонсон басқарған. Бұл оқиға Эфиопияда 3 жыл бұрын болған. Сол күні Суэггер мен оның серігін жалдамалылардың шегінуін бүркемелеу үшін пайдаланған. Олар бейбіт, қорғансыз адамдарды атып жатқан. Ал миссия аяқталған соң мергендерді өлімге тастап кеткен. Щербак бұл қастандыққа көптеген ықпалды адамдар қатысы барын айтады. Сондай-ақ Сараның жаулардың қолына түскенін мойындайды. Дәл сол сәтте Ник рация арқылы үйді тұтас бір армия қоршағанын хабарлайды. Щербак өз миссиясын орындадым деп өз-өзіне оқ атады. Осы кезде жалдамалылар ғимаратқа басып кіреді, бірақ Боб оларды атып жояды. Сыртта Ник бомбаларды жарып көзден жас ағызатын газ жібереді. Түтіннің арасымен ең жақын паналауға қарай қашады. Тағы бірнеше жау пайда болғанда Ник оларды напалммен өртейді. Артынша пулеметтермен қаруланған тікұшақ ұшып келеді. Боб оны жанармай толы цистернаға қарай алдап әкеліп, дәл уақытында жарып жібереді. Олар Монтанаға жеткенде Ник Алурдеске хабарласып, бастығы Хаурмен сөйлесуді сұрайды. Ник Суэггердің жанында екенін және енді ешкімге сенбейтінін айтады.
әрине, әңгімені Джонсон тыңдап отырған еді. Ол бірден Бобқа қоңырау шалып, келісім ұсынады, Сараны босатады. Ал орнына Шербактың диктофонға жасырын жазылған Эфиопиядағы оқиға туралы мойындауын алады. Боб айырбас кезінде сенатор Митчемнің өзі қатысуын талап етеді. Олар қар басқан таудың шыңында кездесуге келіседі. Келісілген жерге Джонсон, Митчем, Сара және ұрлаушы тікұшақпен келеді. Кенет алыстан бір адам жаяу жақындайды. Джонсонның жасырын мергендерінің бірі оқ атып, ол адамды жаралайды. Бірақ ол Ник болып шығады. Ол денесіне қалың металл пластина тағып алған еді. Боб мергендердің орнын анықтап, оларды бірінен соң бірін жояды. Кейін Сараны ұстап тұрған қылмыскерді атып түсіреді. Сәл ертерек Мемфистің бастығына осы кездесу жайлы хат жеткізілген болатын. Боб қарсыластарына жақындап, алдымен қаруларын тастауға мәжбүрлейді. Сара қолына қару алып, өзіне қорлық көрсеткен қылмыскерді атып тастайды. Суэггер сенатордың паң сөзін тыңдап тұрып, саяси жүйені жемқорлық қаншалықты терең жайлағанын түсінеді. Сондықтан ФБР келмей тұрып, әңгіме жазылған таспаны өртеп жібереді. Себебі бұл жазбамен ештеңе дәлелдей алмайтынын біледі. Көп ұзамай федералдардың тікұшақтары көрінеді. Боб бірден агенттерге беріледі. Бірнеше күннен кейін бас прокурор Суэггердің сөзін тыңдауға келіседі. Кездесуге ФБР директоры Джонсон, Сара және Ник қатысады. Боб өзінің қастандық жасады деген винтовкасын алып келуді сұрайды. Шүріппені басады, бірақ ештеңе болмайды. Себебі Филадельфияға келерден бұрын Боб винтовкадан соққыш тетігін алып тастаған еді. Ол қаруды мүлде қолдануды жоспарламаған. Бас прокурор Бобтың оқ аталмағанын түсінеді де, оны босатады. Алайда ол Митчем мен Джонсонға қарсы іс қозғауға тәуекел ете алмайды. Өйткені олардың үстіне нақты дәлел жоқ. Осы кезде Ник араласып, Эфиопиядағы қырғынның фотосуреттерін көрсетеді. Бірақ прокурор мұнымен ештеңе істей алмайды. Бұл оның юрисдикциясына жатпайды. Я победил, а ты проиграл. Біраз уақыт өткен соң Митчем көмекшісі және Джонсонмен бірге сенатордың орман ішіндегі үйінде тағы бір қанды арандатуды талқылап отырады. Кенеттен Джонсон оқ тиіп құлайды. Ал сенатордың көлігі жарылып кетеді. Есіктің алдында Боб пайда болады. Ол алдымен саясаткердің көмекшісін атып түсіреді. Сенатор Митчемге қарай беттейді. Сенатор оның билік өкілі екенін айқайлап, тоқтатпақ болады. Суэггер сабырмен келіседі және Арамзаны атып өлтіреді. Содан кейін қаруды Митчемнің қолына қыстырып, газ вентилін сындырады. Бірнеше минуттан соң үй күл-талқан болып жарылады. Боб Сара отырған көлікке мініп, екеуі көкжиекке қарай алыстап кетеді. Мерген киносы ұнады ма? Пікіріңізді комментарийге жазыңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.